Абай атам өлгеткен адам. Бар қазаққа қашанда дана болған, бар әлемге есімі дара болған. Абайдай атамның жырлары адалдыққа, әмандыққа пана болған. Өшірем деп жалынын надандықтың, тұтам деп алауын адалдықтың, үлгетем деп жалауын әділдіктің, көтерген туын көкке адалдықтың. Шыңындай Абай ата асқарымның, сырындай Абай ата дастанымның, жырындай Абай ата жастарымның, ұмытылмас қашанда асқағының. Адалдық деген ашық шыншыл қарым-қатынас деп бекер айтылмаған. Бұл жоғарыда айтылған ойларды тереңдете түседі. Оның ерекшелігі өзгенің сенімін ақтау және адамның жауапкершілік сезімін қалыптастыру болып табылады.